Енді біз практикалық жұмысымызды жасайық, яғни for циклын пайдалану арқылы біз светодиодтарды жағып шығатын боламыз. Енді бұл алдыңғы сабағымыздың программасы. Бұл программаға біз не істеуіміз керекпіз? Пин модты жазуымыз керекпіз. Яғни біздің светодиодтарымызды қай режимде жалғанып тұрғандығын көрсетуіміз керекпіз. Бізде светодиод output режимде жұмыс жасайды. Және бұл светодиодтарымыз 8-ден бастап 13-ші пинға дейін істеген жалынған. Яғни алдыңғы практикалық жұмыстарымызды білесіздер, әрбір пин мод деп жазып шығуымыз керек еді. Яғни бізде 6 светодиод, сол себепті 6 пин модты көрсетуіміз керекпіз. Енді біз осыны for цикл арқылы қысқартып жазамыз. Ол үшін біз void setupқа for деген команданы жазамыз. Енді инициализацияда бізде 0-ден басталатын еді. Біз неден бастаймыз? 8-ден бастаймыз, өйткені 8-ші пиннан бірінші, яғни ең соңғы светодиодымыз, ең соңғы светодиодымыз 8-ші пинға, және бірінші светодиодымыз 13-ші пинға жалғанып тұр. Яғни 8-ден бастап 13-ге дейін өсіп отыру керек. 8 айымыз кіші немесе тең 13-ге, және бір мән сайын не істеп отыру керек? Артып отыру керек. Енді пин модты алып келіп, осы фигурный скобканың ішіне қоямыз. 8-дің орнына айды жазамыз. Яғни 8-ден бастап 13-ге дейін не істеп отырады? Артып отырады, және барлық светодиодқа output режимде настройка, яғни қойып шығады. Енді келесі digital write. Енді digital write'ты serial print ln'ның ішіне жазамыз. Digital write. Алдыңғы сабақтарымызды білетін шығарсыздар, яғни біз 8-ші пинді көрсетіп қай дейтін едік. Енді осы 8-дің орнына біз не жазамыз? Айды жазамыз. Біздің бастапқы мәніміз 8 болсын, және ол 13-ші мәнге не істеп отырады? 13-ші пинға дейін көтеріліп отырады. Каждый бір пин сайын, яғни плюс-плюс, яғни бір мән не істеп отырады? Көтеріліп отырады. Яғни бір мәнді көтеріліп, яғни 8, 9, 10, 11, 12, 13-ге дейін көтеріліп, бізде не істеп шығады? Светодиодтарымыздың барлығын жағып шығады. Енді керісінше біз не істеуіміз керекпіз? Оларды өшіріп шығуымыз керекпіз. Яғни ол екінші циклда 13 дейміз. Қай мәнге дейін? Яғни 8-ші мәнге дейін не істеп отырады? Төмен түсіп отырады. Digital write'ты біз неге жазамыз? Serial print'тің орнына. Енді бұл жерде не істеу керек? Бізде өшіп отыру керек. Начат модельдерінен басамыз. Бізде бірінші светодиодымыз жанады. Яғни 8-ден бастап 13-ге дейін. Керісінше не істеп отырады? Төмен түсіп отырады. Бұны көру үшін әрқайсының астына жаңағы бекер өшірдік. Serial print ln'ді жаза салайық. Яғни айымызды көру үшін. Ай. Екінші циклымызға да ай. Бұны 500 емес, 1000 дейік. Бізге жақсы көрініп отыру үшін. Начат модель ең бірінші очистить етіп алайық. Начат модель 8, 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы, 13-ші светодиодымыз жанды. Енді 13-ші светодиодымыз керісінше 8-ші пинға дейін не істейді? Өшетін болады.